Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге ашытқымен дайын болатын бауырсақ пен жетшелпектің рецептісімен бөлісемін. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар. Алдымен 1 стакан жылы суымызға 1 шай қасық ашытқымызды салып, және де 3 ас қасық шекерімізді салып, 10 минутқа ашытқымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілген ашытқымыздың үстіне 1 стакан жылы сүт және де 70 грамм сары май ертілген, 2 дана жұмыртқамызды қосып, 50 грамм майонезімізді қосып, 1 шай қасық тұзымызды қосып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болғаннан соң, алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосып, жақсылап қамырымызды илейміз. Менде ұн 1200 граммдай шықты. 1100-1200 аралығында шығады сіздерде де. Соңынан сұйық майымызды қамырымызға жағып, 2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз осылай 2-3 есе етіп көлемі ұлғайды, яғни көтерілді. Енді осын 2 бөлікке бөлемін. 1 бөлігін жетшелпекке, ал 1 бөлігін тек бауырсақ қыламын. Мен бауырсағымның формасын дөңгелек етемін. Менде арнайы дөңгелек ететін форма жоқ, сондықтан оның орнына құрттың ыдысын пайдаланып отырмын. Яғни дүкендерде осылай құрт сатады, осындай ыдысы, мен соны форманың орнына пайдаланып отырмын. Негізі кез келген стаканды, бокалды дөңгелек етуге қолдануға болады. Тіпті кәдімгі бауырсақтың өзі, яғни 4-3 етсеңіздер болады. Өз еркіңізде бауырсақты қалай жасасаңыздар да. Қызып тұрған майымызға жасаған бауырсақтарымызды салып, пісіріп аламыз. Басында қатты күйіңкіреп қалуы мүмкін, себебі май қатты қызып тұр. Май қатты қызғаннан кейін астын орташа отқа қойып, қалғандарын күйдірмей, тіпті қатты қоңыр қылмай пісіріп алсаңыздар болады.
Ал енді жеті шелпегіме кірсем, жаңағы қамырдың екінші бөлігін алып, оны жетіге бөліп, дөңгелек етіп жайып аламын. Мен үнемі жеті шелпекке екі тілім жасаймын, себебі пісірген кезде қатты көтеріліп кетеді. Көтерілмеу үшін екі тілім жасап қоямын. Шелпегімізді де қызып тұрған майымызға екі жағынан пісіріп аламыз. Мінекей шелпегіміз бен бауырсағымыз дайын. Сіздерге ас болсын. Менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмыт кетпеңіздер.